Сіздермен менің тұрақты көрермендерім, бүгін мен бала шағаммен бір сорпа дайындайын деп. Сорпадан бұрын бұл шешен халқының тағамы. Ал ендеше менің арнаммен бірге болыңыздар. Үшін мен міне суық суға ет салып жатырмын. Қазір қойып қоям. Мен жұмыртқа қостым. Нанды дайындап алайын. Мен наным дайын болды. Қазір 5 минут тұндыруға жіберемін кішкене. Тұнып екен. Осыны қазір бұлайынан үлкейтеміз. Үйдің жұмыртқасы қандай күшті, сап-сары тура. Далада сиыр келіп тұр, уақыт жоқ, жылдамдатып істеу керек. Бәрі қарбалас. Осындай қалыңдықта болады. Енді қазір жасаймыз. Екелеріңіз, бүгін Ардағалбекұлы шешен халқының кухнясы. Ыстық тамақта галушки. Ал, осылай ба? Одан кейін міне енді бұлай кесіп аламыз. Одан кейін міне 3 саусақпен біз не кішкене жіңішкерттік, өйткені Толғанайға ол ұнамады. Сондықтан Толғанай ханымның айтуы бойынша жіңішкерттік. Ал жасауды бастаймыз. Енді полностью киім. Құрметті менің көрермендерім, міне менің наным әп-сәтте дайын болды. Енді қазір етімізді сорпадан алып, сол сорпаға мына нанды пісірамыз. Чесноқты әдемілеп тураймыз. Бұл чесноқты сорпаға езбейміз. Бұны суық суға еземіз. Сонда чеснок өзінің неменесін қасиетін қатты сақтап тұрады. Сондықтан осылай қолмен тураймыз. Менің сорпам қайнап жатыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайнасын, пісsin, асықпаймыз. Менің галушкиларым пісті. Құрметті көрермендер, міне біз суға чесногымызды салып аламыз. Бұрыш қосамыз. Қызыл бұрыш қостық. Өйткені тоқа бұратан жақсы көреді деп па?
Енді біз міне нанымыз дайын. Етімізді саламыз. Енді наннан алып, еттен алып, бұлғап, наны жесеңіздер, дәмі тіл үйіреді. Құрметті менің көрермендерім, міне мен бүгін шешен халқының галушки деген тамағын әзірледім. Ол керемет дәмді болары сөзсіз. Сорпасын құрт қосып ішулеріңізге болады. Ал енді қазір подливына еті мен нанын араластырып жесеңіздер, кереметтей есте қалатын тағам әрине. Біз аптасына болмаса да айына бір рет осы тамағымды жасаймыз. Ал енді құрметті көрермендер, ең бастысы менің каналыма қоңыраушаны басып, менің каналыма жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбековна пайдалы кеңес каналы. Әр қазағым жалғызым. Қазақ каналын қолдаңыздар, қазақ қыздарын қолдаңыздар. Қазақ келіншектер бір-бірімізге қолдау көрсетейік. Сіздермен бірге болған мен. Сау саламатта болыңыздар. Ал енді мен қазір тамағымның дәмін Тоқа Бұратан көрсін, сол кісі дәмін айтсын. Сіздер мен анамның сүйікті де тұрақты көрермендері. Мен бүгін анамның дәмді де аппетитный тамағының дәмін көретін боламын. Ендеше жейік. Маған алып жейін. Оғанға дейін ет көрсе, шөң жеген жүрегін. Дәм шыққан. Тұзы бұрышы бәрі дәл. Өте ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Анамды қолдап кетіңіздер. Анамның YouTube арнасынан алыстамаңыздар, күнде қолдаңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Бір ғана қоңыраушаны басып, анамды қолдап кетіңіздер. Анаммен бірге болыңыздар.